Бүгін мен ең үлкен қателік жібердім. Осы бір кішігірім қателігім үшін толықтай бір челленджімді бірінші аптаның өзінде ақ аяқталуы мүмкін. Ал осы челленджімді толықтай түзете алдым ба, жоқ па, бәрін көресіздер. Бұл челлендждегі менің ең басты мақсатым небәрі бір-ақ айда $200,000 тұратын сапалы камера алу. Неге именно камера алу керек деп ойласаңыздар, себебі осы видеодан да сапалырақ видео жасау. Ал дәл қазіргі уақытта менде қомақты сума және үлкен команда жоқ. Бар болғаны тек телефон және интернет және басты мақсат. Ал егерде осы челленджім сәтті аяқталып жатса, келесі видеоларды қызықтырақ етіп салуға тырысамын. Ақша табудың бірнеше жолын мен таңдап қойдым. Яғни физически болуы мүмкін, интернет арқылы да болуы мүмкін. Главный ақша тапсақ болды. Ал біріншісі бізде ол TikTok, екіншісі физически жұмыс, яғни өзің барып бірдеңке істейсің бе, әйтеуір ақша тапсаң болды. Ал үшіншісі әрине YouTube. Ал мен сіздерге қалай ақша тапқанымды көрсетіп отырамын. Ал бірақ бұл жоспарым мен ойлағандай болмай шықты. Себебі менде монетизация жоқ. YouTube'тағы алғашқы күндерде видеоларымды жүктей бастадым. Шынымды айтсам, үлкен нәтиже алып келеді деп ойладым. Бірақ та ол мен ойлағандай болмай шықты. Бірнеше сағаттан кейін статистиканы ашып қараған кезде көңілім түсіп кетті. Яғни нәтиже мен ойлағандай болмады. Содан кейін аздап емес, плотно мотивациям түсіп кетті ғой, короче. Бірақ бұл ең басты мәселе емес еді. Себебі видеоның басында айтып кеткенімдей, мен ең үлкен қателік жасадым. Ал YouTube сол қателігім үшін менің видеоларымды 0 просмотрға түсіріп тастауы мүмкін еді. Ал егерде мен ол қателікті толық зерттемегенде, мен ол қателікті толық зерттедім. Яғни ол қателік әрине уақыт. Егерде сен видеоңды YouTube'қа уақытылы салмасаң, саған көп нәтиже алып келмеуі мүмкін. Ал егерде уақытылы салып, пайдалы хэштегтер пайдаланып видеоларыңды жүктесең, саған YouTube кішкене болсын пайда, яғни нәтиже алып келе алады. Мен жіберген қателіктің бәрін қайта қарап шықтым. Яғни қателігімді түзеп, YouTube'қа видео жүктедім. Содан кейін шыны керек сәл күттім. Шынымды айтсам, ештеңе өзгермейді деп ойладым. Бірақ та статистика жаймен деп қозғала бастады. Ал ол маған қайта үміт оялатты. Дәл қазір мен сіздерге YouTube'тан ақша таба алдым деп нақты айта алмаймын. Өйткені менде дәл қазіргі уақытта монетизация жоқ. Сол монетизациямның кесірінен бір айлық челленджімді пауза, яғни тоқтатуым керек деп ойлаймын өз басым. Ал дәл қазіргі таңда мен осы аудиториямды осындай кішігірім видеолармен дамытпасам болмайды. Сол себепті маған подписка жасап, лайк басып кетіңіздер. Сау болыңыздар.